Ұстаз, енді ел арасында қазір мынадай алып қашпа әңгіме де бар. Бізге келіп түскен сауалдардың бірі осыған негізделеді. Жалпы жылқы етін жеуге рұқсат па? Дінімізде, шариғатта қандай дәлелдері бар? Осыны айтып өтсек. Жалпы жылқының еті адал, оны жеуге рұқсат. Жабир ибн Абдулладан жеткен хадисте ол кісі былай дейді: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үй есегін жеуге тыйым салды, жылқы етін жеуге рұқсат берді деген. Және де сол кісіден келетін басқа хадисте ол кісі айтады: біз Хайбар күні жылқының етін жедік деген. Осы хадистерді негізге ала отырып, Ханафи мазхабында имам Абу Юсуф пен имам Мұхаммад, және де Хамбали мазхабы, Шафи мазхабының ғалымдары жылқының етін жеуге рұқсат берген. Ал имам Абу Ханифа жылқының етін жеу макрух санаған. Оның макрух санауын біздің ғалымдарымыз былай түсіндіреді: ол кезде жылқы малы соғыс құралы, мініс, тасымалдау көлік ретінде саналған. Сондықтан оны егер жеуге рұқсат берілетін болғанда, ол жаңағыдай соғыс құралы, сол жылқы азайып кететін еді. Осы жағынан имам Абу Ханифа оны жеуді макрух санаған. Жылқының еті нәжас емес. Өйткені мынау жылқының сілекейі таза болып саналады. Фиқ кітаптарында айтылғандай, сілекей ол жануардың етіне қаратай үкімі беріледі. Мысалы, егер еті желінетін жануар болатын болса, оның сілекейі таза болады, ал еті желінбейтін жануар болатын болса, оның сілекейі нәжас болады. Сондай-ақ мынау жылқының сүтіне келетін болсақ, ол барлық ғалымдардың көзқарасы бойынша оның сүті адал болып саналады. Сондықтан да біз толық айта аламыз: жылқының етін жеуге болады, оның сүтін де ішуге болады.